Баяғыда, ерте замандарда Нинуа деген үлкен қала болған екен. Бұл қала қазір Ирак жерінде орналасқан. Сол кезде ол өте бай, гүлденген. Саладан ыстып жіберген. Олар жалған тәңірлерге табынып, пұттарға сыйынып, Алланың шексіз құдіретін ұмытқан еді. Сол кезде Алла тағала Юнус деген ізгі адамды өз еліне пайғамбар етіп жіберді. Юнус пайғамбар өте сыпайы, таза жүректі, сабырлы, бірақ әділ адам еді. Ол халқына келіп: «Уа, халқым! Сендерді Алла тағаланың азабы күтуде. Тәубе етіңдер, жалған құдайларды тастап, тек бір Аллаға ғана сыйыныңдар», деп насихат айта бастады. Бірақ Нинуа халқы оны тыңдамады. Олар мазақтап күліп: «Сен де бір жаңа дін ойлап тапқан екенсің. Біз ата-бабамыздың жолымен жүріп келеміз, сен бізге кім болдың?» деп мысқылдап ашуланды. Юнус пайғамбар күн сайын уағыз айтты. Бір күн емес, бір ай емес, жылдар бойы адамдарды ақиқатқа шақырды. Бірақ халықтың жүрегі қатайып тәубеге келмеді. Ол қанша тырысса да, олардың жүрегі жабық еді. Күндердің бір күнде Юнус пайғамбар жүрегі күйіп қатты ренжіді. «Бұл ел ешқашан түзелмейді, мен кетем», деді де Алладан рұқсат алмай қаласын тастап шықты. Бұл жерде Юнус пайғамбар асығыстық жасады. Алла оған сабыр етуді бұйырған еді, бірақ ол ашу үстінде Нинуа қаласын тастап кетті. Ол теңізге қарай бет алды. Бір кемеге отырып, алыс жаққа сапар шекті. Кеме теңізге шыққанда аспанды қара бұлт торлады. Дауыл көтеріліп, толқындар кемені төңкеріп жібере жаздады. Адамдар қорқып: «Бұл кеме бос емес. Бізбен бірге бір күнәһар бар. Сол үшін Алла шуланып теңізді көтерді», деді. Содан олар жүк тастады, дұға оқыды, бірақ дауыл басылмады. Ақыры кеме басшысы: «Қайсымыздың кесіріміз тигенін анықтайық, жеребе тастайық», деді. Жеребе тасталды. Біріншіде Юнус пайғамбардың аты шықты. Олар таңғалды. Тағы да тастады, тағы да оның аты шықты. Үшінші рет тастағанда да Юнус пайғамбардың есімі шықты. Сонда ол бәрін түсінді. «Бұл менің Алланың рұқсатынсыз кетіп қалғаным үшін жазам. Мені теңізге тастаңдар, сонда сендер аман боласыңдар», деді. Бірақ адамдар қорықты. «Біз сені тастай алмаймыз, сен жақсы адамсың». Алайда дауыл күшейіп, кеме суға бата бастады. Ақыры амалсыз Юнус пайғамбарды теңізге тастады. Ол суға түскен сәтте алып теңіз толқындары оны жұтып әкетті. Сол мезетте теңіздің терең түбінен үлкен бір алып балық, кит, келіп, Алланың бұйрығымен Юнусты жұтып қойды. Бірақ Алла тағала балыққа бұйрық берді: «Оны жарақаттама, тек ішіңде сақта». Осылайша Юнус пайғамбар қараңғы теңіз, қараңғы балық іші және қараңғы түннің ортасында қалды. Ол балық ішіндегі өмірдің тірі екенін сезіп, айнала қараса, еш нәрсе көрінбейді. Тынысы тарылып, жан-жағынан қысым түсіп жатты. Бірақ оның жүрегінде үміт бар еді. Ол Алланы еске алып тәубе етті. Сол кезде ол жүрегінен шыққан ең атақты дұғасын айтты: «Ла илаха илля әнтә, субханак, инни кунту миназ залимин». Сенен басқа құдай жоқ. Сен пәксің. Шынында мен өзіме зұлымдық жасадым. Бұл сөздер теңіз түбінде, қараңғылықтың ішінде жаңғырып кетті. Періштелер Аллаға айтты: «Уа, Раббымыз!» Әлгі дауыс таныс сияқты. «Иә, ол менің құлым Юнус, ол мені көп еске алушы еді», деді Алла. Сонда Алла тағала оның дұғасын қабыл етті. Юнус пайғамбардың шын жүректен жасаған тәубесін қабыл алып, балыққа бұйрық берді: «Оны жағаға шығар». Балық оны теңіз жағасына түкіріп шығарды. Ол әлсіреп, терісі күйіп, өлім мен өмірдің арасында қалды. Бірақ Алла оған ерекше қамқорлық көрсетті, үстінен жүзімге ұқсас жапырағы үлкен өсімдік өсіп, көлеңке болып, оны күннен қорғады. Бір күні ол өсімдіктің астында демалып жатқанда, бір құс келіп, оған серік болды. Ол сол сәтте өз өмірі үшін Аллаға тағы да шүкір етті. Кейін Алла оған айтты: «Енді халқыңа қайт». Олар тәубе етті. Юнус пайғамбар Нинуаға қайтып келді.
Келсе, халық Алланың азабынан қорқып, шын жүректен тәубе жасапты. Олар бала-шағасымен, ерлер мен әйелдермен бірге Аллаға жалбарынған екен. Тіпті малына дейін бөлек қойып, бәрі жылап кешірім сұраған. Сол кезде Алла тағала рахым етіп, олардың азабын қайтарды. Юнус пайғамбар халықтың шынайы тәубесін көріп қуанып кетті. Ол Аллаға мадақ айтып, адамдарға шүкірлік пен сабырдың мәнін түсіндірді. Кейін ол ұзақ өмір сүріп, халқын иман жолында тәрбиеледі. Сөйтіп, Юнус пайғамбардың оқиғасы сабыр, тәубе және үміттің ең ұлы мысалы болып қалды. Адам баласы қанша тереңге кетсе де, Аллаға шын жүректен жалбарынса, Алла оны ең қараңғы жерден де құтқарады.